жазын баста жауларын жасқа асыл боп туған арманы асқан қаһарланса қаһарман таудың өзін қопарған халқын бастап қашанда жеңістерге апарған қаһарланса қаһарман таудың өзін қопарған халқын бастап қашанда жеңістерге апарған қаһарман. Армысың, асыл текті хан ием? Бармысың батырым? Жақсы хабарың еліңе өзіңнен бұрын жетті. Уа әміршім, тұтықты қарулы басшыларымен қолға түсірдім. Елі де жері де бізге қарады. Ел арасына бейбітшілік орнады. Бәрекелді оғланым. Айбының аса берсін. Ашина текті ел теріс қағанмен, Омай текті анаңның бағына 10 жасыңда батыр атандың. Енді міне, еліңнің бағына 16 жасыңда соғдыларға қарсы шауып, ел арасын біріктірдің. Ел үшін бейбіт заман орнату ер міндеті. Түркі баласында соғыс тілеп, ана құрсағынан қан шеңгелдеп туған ешкім жоқ. Менің де бар арманым ел тыныштығы. Айтқаның жөн, бірақ бейбіт күнді сақтап тұру оңайға соқпас. Оның рас. Жерімізге көз алартар жаулары көп. Содан қорқам. Хан ием, бұл тыныштықты сақтап, ел іргесін бекемдеу үшін барса келмес тауындағы көк семсерін әкелуіміз керек. Мен барайын. Бірақ бұл сапардың қатері көп. Ер ел үшін туат, ер үшін өлет. Бәрекелді. Көк тәңірі саған жар болсын. Бұған басын бәйгеге тігу тек сенің қолыңнан келер. Мұны жестірнақ маған бөгет болмақшы. Ойлағаны бола қоймас. О, көк, мені желеп жібеген киеңе алғас. Ашина рухы мені осында алып келді.
көк тәңірі жар болсын. Көк семсерін алып оралды. Бармысың батырым? Армысыз хан ием. Ұзақ сапарда көк тәңірі жарылқап, Ашина бабам серік болып, ел тілеуіне барса келмес тауынан көк семсерін алып аман оралды. Көк семсердің айыбыны ел іргесін бекемді. Ал көк түріктің көк семсері өзіңсің. Күлтегін, көк түріктердің бас қолбасшысы 684-731 жылдары өмір сүрген көк түріктің көк семсері атанған атақты батыр. Ағасы білге қаған ел билеген тұста Күлтегін әскери саяси істерді басқарған. Көшпелілер даласын Шығыс Азиядан қауіп төндірген жаулардан қорғаған. Елін тауғыштардан, жужандардан, қарақытайлардан азат етуші күрескер тұлға. Әйгілі Архон Енисей жазбалары мен таңбалы тастарында Күлтегін жыры баяндалады. Жырда батырдың жорықтары, еліне қамқорлығы, шешуші шайқастары бейнеленеді. Асыл боп туған, арманы асқан, қаһарланса қаһарман, таудың өзін қопарған, халқын бастап қашанда жеңістерге апарған. Қаһарланса қаһарман, таудың өзін қопарған, халқын бастап қашанда жеңістерге